Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен барлық тамаққа ащы қосып жейтін кісілерге арналған лажжан ащысын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, өйткені тамаққа деген тәбетті ашатын ащылардың бірі. Жасалу жолы өте оңай және құрамы көп затты талап етпейді. Құрғақ ащы бұрышымызға аз-аздан су қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Көп су құйып жібермейміз, қатты былшырап кетпеу керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ылғалданып тұрса болды. Анық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міне осындай ылғалдықта болу керек. Енді осының үстіне 2-3 тамшы ғана таза уксус тамызамыз. Мына жерде менде көп болып кетті, бірақ оның барлығын қосқан жоқпын мен. Сонан соң үткіштің ұсақ бөлігінен чесногымызды өткізіп аламыз. Енді дәл осы чесноктың үстінен өте қатты отта қызып тұрған майды аз-аздан құйып отырып араластырамыз. Майымыз ащы бұрышымызды жауып тұратындай мөлшерде болу керек. Барлық майды құйып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Біздің салған салмаларымыз барлығы бір-бірімен жақсы араласу керек. Міне осымен лажжан ащысы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген тамаққа деген тәбетті ашатын ащылардың бірі. Жай нанға жағып жесеңіздер де болады. Дәл осындай аузы жабылатын банкаларға салып, холодильникте ұзақ уақыт сақтай берсеңіздер болады. Сіздермен болған Фариза. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.